Баршаңызға сәлем бердік, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін қолдан нан жасаймыз. 2 килограмм ұнымыздың үстінен 2 ас қасық нанның ашытқысын саламыз. Мен бұл қамырға жұмыртқа, қандай да бір майонез, болмаса май, еш нәрсе қоспаймын. Кішкене разрахнитель салып жібердім и тұз. Жай ғана жылы суға елейміз. Тестамыз қатты болып кетпеу керек, өте жұмсақ. Қатты бұзырап та кетпеу керек. Бір қалыпты өзінің формасын сақтап тұратын қамыр елеу керек. Қыздар маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаймыз. Ал кім тіркеліп мені қолдап кетіп жатыр, алдынан алғыс, сіздерге үлкен алғысым, шексіз рахмет. Жан жағында қамыр қалмайтындай қылып елеп аламыз. Байқағандағыңыздай мен суды 2 бөліп салдым. Құйдым. Бетіне пакет жауып қоямыз да, бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырымыздың үстінен баспаймыз, жай ғана пакетін шешіп аламыз. Дәл осы тұрған күйі қолымызды сулап алып, ортасынан қақ бөлеміз да, дайындап қойған листімізге салып аламыз. Дәл бұрынғы анамның нанын жегім келеді десеңіздер, осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұрындары аналарымыз ешқандай артық зат қоспайтын қамырға. Менде осыдан 2 нан шығады. Мен нанның бетіне ешқандай да жұмыртқа, басқа да нәрсе жақпаймын. Тек нанымды духовкадан шығарып алғаннан кейін бір сулап өтем болды нанның бетін. Сулап болған соң жылы орамалға орап қойсаңыздар болады. Жып жұмсақ болып шығады. Майлыққа. Әр жақта әртүрлі айтады. Сондықтан да бір сөздерім қате болып жатса, айбетпеңіздер. Қамырымызды бір 10 минутқа демалдырып аламыз, осылай духовкамызға саламыз. Менің наным жарты сағаттың ішінде пісіп шықты. Мен нанның сыртын ештеңемен орамаймын, сырты қытырлап тұрып жегенін ұнайды бізге. Баршамызға ас болсын, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.